Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгінгі бөлісетін рецептім голубцы. Өте дәмді, өте тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз сорпасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, болгар бұрышы, картоп, сәбіз қажет. Ең алдымен майымызды қыздырып, пиязымызды кішкене қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз кішкене қуырылғаннан кейін картоп пен бұрышымызды салып, тағы да араластырамыз. Өте қарапайым, өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Картопымыз кішкене қуырылса жетеді. Енді сәбізімізді саламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. 5-10 минут қуырсақ жетеді барлығы. Барлығын қуырып болғаннан кейін бір ас қасық томат пастасына жарты стакан суымызды құйып, бұрыш тұзымызды араластырып, осылай дайындап құясыздар. Кішкене 1-2 минутқа қойып, 1 литр шамасында су құямыз. Біздің сорпамыз дайын, қайнап шықса болғаны. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тазаланған тәтті бұрыш, күріш, тартылған ет, пияз және де 1 стакан су, тұз, бұрыш дәміне қарай. Ең алдымен күрішімізді, жуылған күрішімізді саламыз. Тартылған етімізді салып, пиязымызды үстіне және де бұрыш тұзымызды дәміне қарай саласыздар. 1 стакан су құясыздар. Себебі су құймасаңыздар, күрішіміз бөгіп қалады. Міндетті түрде суды құюды ұмытпаңыздар. Себебі су құйсаңыздар, күріш еркін піседі. Жақсылап араластырып алдым. Осылай болгардың ішіне саласыздар. Барлығына дәл осылай салып шығасыздар. Қатты толтырмайсыздар. Себебі күріш піскен кезде сыртына шығып кетуі мүмкін. Осылай суменен бірге құясыздар. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Міне барлығын салып болдым. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне біртіндеп саламыз. Сорпамыз өте баяу қайнауы керек. Себебі қатты қайнаса, біздің мына күрішіміз шашырап кетуі мүмкін. Баяу отта 20-25 минут пісіресіздер. Міне біздің голубцымыз дайын, өте дәмді, өте керемет, өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.